Құрметті Атырау қаласы тұрғындары мен қонақтары назарына, мен Атырау қаласы полиция басқармасы жергілікті полиция қызмет бөлімінің патрульдік полиция батальон командирінің орынбасары полиция капитан Жұмағалиев Айдос Туриханұлы, яғни патрульдік полиция батальон қызметкерлері қала аумағында қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында түнгі және күндізгі уақыттарда қызмет атқару барысында арнайы қызметтік автокөліктердің үстіңгі бөлігінде орнатылған көк және қызыл түсті жарқылдауық маяғын қолдану кезінде тұрғындардан көптеген шағымдар мен түсініспеушіліктер орын алып, арыздар түсіп жатады. Осыған орай жол қозғалысы ережесінің 6 бөлігінде көрсетілгендей, арнаулы сигналдарды қосылған қызметтік автокөлік құралдары жол үстінде кезек күттірмей қызметтік тапсырманы уақытында орындау мақсатында шұғыл хабарлама түскен кезде қылмыскерлерді қудалау, қылмыстың алдын алу, басқа да жедел, яғни экстренный жағдайларда басқа автокөліктерден басымдылық алу үшін арнайы сигналдарды пайдаланады. Қала орталығында арнайы сигналдары қосылған қызметтік автокөліктер жақындаған кезде жүргізуші жылдамдықты азайтып, дереу жолдың оң жақ бөлігіне тоқтауы қажет. Және де жол көлік оқиғасы кезінде аялдауға тыйым салынған жерлерде амалсыздан тоқтаған кезде, қызметтік автокөлікпен артқа жүру кезінде, жүргізушінің көзін фар жарық шағалыстырған кезде, жолдың жарықтандырылмаған учаскесінде аялдау немесе тұру кезінде пайдаланады. Жалпы автопатруль, патрульдік учаскеде жол көлік оқиғасының және бекеттерде қылмыстың болдырмау алдын алу мақсатында арнайы жарық сигналдарын пайдаланады.